Баршаңызға сәлем, Ереке арнасына қош келдіңіздер. Табиғат өзінің барлық көріністерімен әдемі, бірақ бір жағдайды қоспағанда, жануарлар әлемі басқа тіршілік иелеріне, атап айтқанда адамдарға өлім қаупін төндіреді. Сіздер жануарлардың қайсысы адамға ең қауіпті деп сұраса, қайсысын бірінші айтар едіңіз? Сірә бұл жыландар, қолтырауындар, акулалар болар. Және сіз дұрыс айтасыз. Бірақ ішінара ғана, өйткені олардан басқа біздің планетамызда өлімге әкелетін тіршілік иелері бар. Біз бүгін ғаламшардағы ең қауіпті тіршілік иесімен таныстырамыз. Және олардың адамдарға қауіп деңгейі сізді таң қалдыруы мүмкін. Өйткені олардың құрбандарының саны бойынша алғашқы орындағылар мүлдем қатыгез жыртқыштар емес. Қолтырауындар жылына 1000-ға жуық адамды өлтіреді. Бұл аз емес, бірақ қолтырауындар екі есе көп өлтірген бір жыл болды. 1945 жылы 22 ақпанда британдықтар және үнділік әскерлер Бирмадағы Рамри аралын басып алған жапон әскерімен соғысты. Бірнеше аптаға созылған кескілескен шайқастан кейін жапон әскерлері батпаққа қарай шегінді. 1000-ға жуық жапондықтар берілудің орнына қолтырауындар толған батпақтарға шегінді. Санаулысы ғана шықты. Кейінірек басқа тарихшылар жапон сарбаздары негізінен суға батып кетті немесе атылды. Кейін қолтырауындар олардың мәйіттерін жеп кетті деп мәлімдеді. Жер бетінде скорпиондардың 2000-ға жуық түрі бар. Бірақ олардың 30-40-ы ғана адам өліміне әкелетін улы. Шаянның ең өлімге ұшырататын түрі өлім аңшысы. Таяу шығыс пен солтүстік Африканың тумасы. Өлім аңшысы адамды салдандырып, содан кейін өлтіретін нейротоксиндік уға толы. Бірақ олардың бірегей хлоротоксин, агитоксин және скелотоксин қоспасы да жер бетіндегі ең құнды сұйықтық болып табылады. 4,5 литр өлім аңшысының уы шамамен $39 миллион тұрады. Өйткені оны қатерлі ісік, безгек және туберкулез сияқты бактериялық инфекцияларды емдеуге пайдалануға болады. Аскаридалық құрттар көбінесе жануарларда кездеседі. Сондықтан жұқтырған нәжіс тиіп кеткен нәрсені абайсызда жұтып қою арқылы сіз дөңгелек құрттарды жұқтыруыңыз мүмкін. Бұл көбінесе аузына құм немесе кір салуға бейім балаларда болады. Құрттардың жұмыртқалары сіздің денеңізге енгеннен кейін олар жай ғана сол жерде жүреді. Мүмкін жаман ештеңе болмайды. Және олар сіздің көзіңізге түсіп кетуі мүмкін. Ал көзіңдегі құрттың кесірінен соқыр боласың. Немесе олар сіздің ішектеріңізге түсіп, сол жерде көбейіп, құсу, дұрыс тамақтанбау, асқазанның қатты ауырсынуы, кейде өлімге әкелетін белгілерді тудыруы мүмкін. Бақытымызға орай, ішкі құрттардан құтылу қиын емес. Заманауи медицина олармен күресуді үйренді. Өкінішке орай, көптеген адамдар тиісті медициналық көмекке қол жеткізе алмайды. Сондықтан жыл сайын 4500-ге жуық адам құрт ауруынан қайтыс болады. Адамның ең жақын досы деген сөз керемет естіледі. Тек бір бірағы бар. Иттер дүние жүзінде жылына 25 мыңға жуық адамды өлтіреді. Дегенмен иттерге қатысты өлімнің басым көпшілігі адамдарды талап тастағаннан емес. Іс жүзінде иттердің өлімінің 99% құтырудан болады. Дегенмен бір ғана ақшта құтырмайтын иттер жылына 30-ға жуық адамды өлтіреді. Ең өлімге әкелетін ит тұқымы питбуль. 2005 және 2017 жылдар аралығында питбульдар ақшта 284 өлімге себепші болды. Бұл иттерге байланысты барлық өлімнің шамамен 65% құрайды. Ал олар иттер популяциясының шамамен 6%-ын құрайды. Дүние
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, жыл сайын 81 мыңнан 138 мыңға дейін адам жылан шағуынан қайтыс болады. Ал жылан шабуылынан кейін 3 есе көп адам ампутацияға мәжбүр болады. Қабыршақты сұр жылан өлімге әкелетін жыландардың сөзсіз патшасы. Ол барлық басқа жылан түрлерін біріктіргеннен гөрі көбірек адам өліміне әкеледі. Африкада, Арабияда, оңтүстік батыс Азияда, Үндістанда және Шри-Ланкада табылған қабыршақты жыланның ең өлімге әкелетін уы жоқ. Ол тек 10% өлімге әкеледі. Бірақ ол агрессия мен аяусыздық тұрғысынан оның орнын толтырады. Ол тек оған қарағаны үшін сізге шабуыл жасауы мүмкін. Бірақ удың күші жағынан барлық жыландардың ішіндегі ең мықтысы әрине австралиялық ішкі тайпан. Нейротоксиндердің, гематоксиндердің және миотоксиндердің қоспасы адамдар үшін өлімге әкелетін сонша, ішкі тайпанның бір тісінде кем дегенде 100 адамды өлтіруге жеткілікті уы бар. Бақытымызға орай бұл жыландар сирек кездеседі. Сіз балдырлармен қоректену үшін аквариумге салынған кішкентай ұлуларды білесіз бе? Олар адам өлтіргіш, кем дегенде тремадоттармен біріккен кезде. Өлтіруші дуэт Бонни мен Клайд сияқты бірге жұмыс істейді. Ұлулар құрттарды суға апарады. Сіз суда жүзіп жатқанда теріңізге қалай кіріп кеткенін байқамай қаласыз. Осы сәттен бастап сіздің денеңіз тремадоттардың көбею ортасына айналады. Олар сіздің қан тамырларыңызға еніп, жылдар немесе ондаған жылдар бойы көбейеді. Жұмыртқа әртүрлі ұлпаларға жабысатын өткір тікенектері бар жұмыртқа салады. Және ақырында анемия мен өлімге әкелуі мүмкін. Масалар өлімге әкелетін жануарлардың арасында сөзсіз көшбасшы болып табылады. Жылына миллионға жуық адамның өліміне себепкер. Бірақ шын мәнінде масалардың өзі ешкімді өлтірмейді. Мұны олар тарататын арбовирустар жасайды. Сонымен қатар масалар чикунгунья, денге, батыс Ніл безгегі, сары безгек және зика ауруының тасымалдаушылары болып табылады. Ал мына сілтеме арқылы өтіп, біздің басқа да қызықты видеоларымызды тамашалаңыздар.